Сәлем достар, сіздермен Anime KZ арнасы. Осы видеода Наруто анимесіндегі топ 10 бойды, яғни айтқанда топ 10 күресті қысқаша айтып беретін боламын. Бізде Наруто анимесінде көптеген керемет шайқастар орын алғанымен, бұл шайқастар өте ерекше және өзіндік дағдыларымен көзге түседі. Ендеше көп созбай арнаға тіркеліп, лайк қойып, комментарияға қандай бойлар бар екенін жаза кетіңіз. Мен бастаймын. 10-шы орында Минатоға қарсы Обито. Бұл жерде өте керемет шайқас орын алғандығын барлықтарыңыз білесіздер. 14 жасар Обито өзінің сенсейіне қарсы өте керемет шайқасқанын көреміз. Учиханың бір көзді елесіне қарсы Сары Найзағай өте керемет шайқас орын алған болатын. Бұл жердегі жекпе-жектің нәтижесі Сары Найзағайдың Учихалық Обитоны ойсырата жеңуімен аяқталды. Бұл шайқастан жеңгенімен Минатоның қуанышы ұзаққа созылмады. Себебі Обито өзінің шаринганы арқылы 9 құйрықтыны иелене алды. Және де осылайша ол ауылдың мүддесіне қарсы шықты. Және ол Минато мен оның әйелі Кушинаны өлтіре алды. Ендеше біз 9-шы орынға кезекті берсек, Какашиге қарсы Забузо. Барлықтарымызды тәнті еткен бұл шайқас ең алғашқы Наруто экзаменін тапсырған кезде орын алған болатын. Олар ең алғаш рет жасырын Жаңбыр ауылына өздерінің миссиялары арқылы барған болатын. Бірақ бұл ауылдың мүддесі ретінде ол жақтан 7 қылышкердің біреуі Забузо шыққан болатын. Оған қарсы Какаши 2 шайқас ұйымдастырды. Біріншісінде айла тәсілінде ілініп қалғанның өзінде, екінші шайқаста оны ойсырата жеңе алды. Сонымен қатар тек қана Забузо мен бұл жерде Какашидің ғана емес, Наруто мен Хаку секілді керемет бойларында куәсі бола алдық. Бұл жерде ерекше Саскенің және Нарутоның дарындарын байқай аламыз. Ал Какашиге келер болсақ, ол Забузоға қарсы өзінің шаринганын және көшіру техникаларын оңай пайдалана алды. 8-ші орын Рокли против Гара. Чунин экзаменде болған бұл шайқас өте керемет шайқас әрі ерекшелігімен көзге түскен болатын. Бұл жекпе-жекте бір құйрықтының Джинчурике Гараға қарсы жасырын жапырақ ауылының тайджитсу шебері Рокли шыққан болатын. Яғни айтқанда қажырлы еңбекпен еңбектенген Роклиге қарсы нағыз туматалан Гара. Қаншама жылдық тренировкалар оның керемет қажырлығы мен қайтпас қайсарлығының арқасында 4 қақпаны да ашуға мүмкіндік берді және ол Гараны жеңуге көмек бере алмады. Бұл жерде Гара да өте қатты осал болған жоқ, себебі оның бірінші құйрықты Джинчурике оны құмды қабаттармен және әрқашан өзінің еркінен тыс қорғанысқа көмек берді. Тіпті Роклидің аяғы мен қолы сынғанның өзінде оның рефлекстері оны күресуге үгіттеді және де оның денесінен тік тұруға көмек берді. Бұл жекпе-жектің өте ауырлы болғандығы соншалық Рокли өзінің карьерасын аяқтап кетуі де мүмкін болды. Осылайша біз 7-ші керемет бойымызға өтетін боламыз. Саскеге қарсы Наруто өте керемет шайқас. Оричимарудан біраз проклятиямен оның күшін иелене алған Саскеге қарсы Наруто өзінің 9 құйрықтысының кішкентай ғана мөлшерлік күшін пайдалана алған. Бұл шайқас өте ерекше әрі дарынды шайқастардың бірі болып есептеледі. Бұл шайқастың нәтижесінде Саске Нарутоны жеңу арқылы өзі Оричимарумен бірге кете алды. Біз осы шайқастағы ең керемет тәсілдердің бірі Қара Чидориге қарсы сарғыш Расенганды көрген болатынбыз. Нарутоның қанша күші мықты болғанмен, бірақ Саскенің бұл жерде жинаған күші Нарутоға қарағанда әлдеқайда көп екені айқын басымдылықпен көрінген болатын. Басқасын білмеймін, менің Наруто көруіме ең қатты әсер еткен бойлардың бірі осы болған болатын. Наруто мен Саскенің болған ең керемет бойларының бірі болды. Яғни айтқанда біз бұны 7-ші орынға қоятын боламыз. Ендеше 6-шы орынға let's go. 6-шы орында Итачиге қарсы Саске. Ағайынды Учихалардың болған бойы өте ерекше әсер қалдырған нағыз шарингандардың шайқасы десек те болады. Итачидің ерекше әсерлі техникалары мен Саскенің керемет Чидорилы найзағайларының арқасында біз керемет эпизодтағы шаринганның күшін көре алдық.
Бұл шайқастың нәтижесінде Учиха Саске жеңіп өзінің ағасын ана өмірге аттандырған болатын. Итачи Учиха бұл шайқаста өз інісіне өзінің орнын берген болатын. Яғни айтқанда бұл шайқаста ол бар күшімен шайқаспады. Оның ерекше күші және ерекше техникаларын бұл шайқаста тек қана қорғаныш ретінде қолданған болатын. Түрлі генджитсулар, түрлі ненджитсулар өте керемет және де шаринганның өте керемет техникаларын қолданған шайқастың ерекшелігі оның әсемдігімен ғана емес, олардың тиген соққыларының өздері өте керемет экшн сыйлай алды. Яғни айтқанда бұл шайқасты өз көздерімен көргеніңіз дұрыс болады. Саскенің өте жоғары IQ иелігі, яғни айтқанда оның отты керемет пайдаланып Итачиге жасаған соққысы және де Оричимарудан алған жетінді қылышкердің керемет техникалары, жыландарға қарсы Итачидің керемет Сусаносының соққылары, бұның барлығы оның керемет шайқас болғандығын көрсетеді. Шайқастың соңындағы Итачидің Саскеге көрсеткен ағалық махаббаты тіпті бұл шайқастың өте керемет әлі әсерлі болғандығын көрсетеді. Келесі бізде Наруто және Пейннің бойы. Бұл өте керемет бойлардың бірі болды. Себебі Акацукидің басшысы Пейнге қарсы Нарутоның шайқасы өте ерекше болған болатын. Осы сәтте Наруто өзімен бірге 9 құйрықтыны және де бақалар елінде өте керемет күшті егеріп келген болатын. Бұл шайқастың нәтижесінде Наруто жеңіп және Пейнді өз сөздері арқылы Каноханы қайтаруға көндіре алды. Бұл шайқас өте әсерлі және махаббатқа толы шайқас болды. Себебі бұл жерде Нарутоның жеңіліп жатқаны көрген Хината оған көмекке келеді. Және де Хинатаның өлімі Нарутоның өзін басқаруға деген мүмкіншілігін шектейді. Соның нәтижесінде Нарутоның ішіндегі 9 құйрықтының 4 құйрығы оянып, оған қарсы Пейннің дым шамасы келмей қалады. Өте ерекше болған бұл шайқастың нәтижесінде Пейн өзінің негізгі денесіне қашуға мәжбүр болады. Бірақ негізгі денесіне қашу жоспарының қателігінің кесірінен Нарутодан жеңіліс табады. Үшінші орында экшнге толы шайқас ол Саскеге қарсы Киллер Бидің шайқасы. Бұл шайқас Мадараның, яғни айтқанда Учиха Обитоның Саскенің командасымен бірге Киллер Би, яғни 8 құйрықтыны алып келуге жұмсаған кезінен басталады. Бұл шайқаста біз көптеген керемет әдіс-тәсілдер мен олардың негізгі идеологияларын көретін боламыз. Ал Киллер Би болса өзінің 9 семсерлік әдісімен Саскеге қарсы керемет экшнді шайқас өткізген болатын. Киллер Би тек қана шайқасып қана қоймай, өзінің яғни айтқанда репертуарын жазумен айналысып та үлгерді. Бұл шайқас өте әсерлі және ерекше шайқастардың бірі болды. Өйткені Киллер Би өзінің 8 құйрығын бағындыра алған адамдардың бірі еді. Оған қарсы Саскенің ешқандай мүмкіндігі болмады. Тіпті ол Саскенің командасы шегінуге мәжбүр болған кезге дейін созылды. Топ үштікке келер болсақ, Какаши против Обито. Бұл өте ерекше ескі достардың шайқасы болған болатын. Шайқас балалықтан басталған және ересектіктің буынымен аяқталған шайқасқа дейін созылған. Өте ұзақ және ескі қарсыластардың шайқасымен басталған. Бұл шайқаста нағыз бір-біріне қарсы бір-бір шаринганнан ерекшелікпен олардың негізгі қарулары мен техникаларының ешқайсысы қолданылған жоқ. Ең керемет деген техникалардың өзін бұл жерде жасауға ешқандай себеп болған жоқ. Өйткені олар нағыз қолұрыс шеберінің кім екенін анықтағысы келді. Шайқастың соңы Какашидің жеңісімен аяқталды деуге де келеді, бірақ Обитоның жеңіліс тапқанын бұл жерден көре алмаймыз. Себебі Какашидің берген соққысы Обитоның нақ жүрегіне тиген болатын. Бірақ Обитоның нағыз жүрегі жоқ екендігі осы жерде анықталады. Яғни айтқанда шешуші Чидоримен болған соққы Обитоның жүрегінің жоқ екендігін және оның бұл жердегі соққыдан жеңілмейтіндігі туралы айта алды. Өте қызық бой болды, өз көздерімен көргендеріңіз дұрыс болады. Келесі орында Майто Гай против Мадара. Тайжитсудың шынына жеткен және де 8 қақпаның 8-інде аша алған өте керемет тұлғаға қарсы әлемдегі ең мықты адам Учиханың елесі Мадараға қарсы өлім қақпасын аша алған Майто Гай оған қарсы қызыл айдаһарды пайдаланады. Мадараның ешқандай соққысы оған тимегенімен Майто Гайдың ерекше соққысының әсерінен Мадара біраз әлсіреп қалады. Бірақ бұл соққының нәтижесінде Мадарамен бірге Майто Гай да көз жұмуға шақ қалады. Яғни айтқанда бұл жерде соққы жасаған адам Майто Гай жеңіліс көрген болатын. Оны өлімнен тек қана Нарутоның ерекше күші ғана құтқара алды. Ал Мадараны болса ерекше
Чисипутидің көзі арқылы ол өзін тірі аман сақтап қала алды. Яғни айтқанда бұл бой өте керемет трагедияға толы бой болған болатын. Бірінші орын өздеріңіз білетіндей Наруто мен Саскенің бойы. Яғни айтқанда барлығы аяқталғаннан кейінгі екі мықтының кімнің нағыз мықты екендігін анықтауға арналған бой. Бұл өте экшнға толы, ерекше бойлардың бірі болды. Тіпті бұл жердегі Майто Гайдың 8 қақпасының күші олардың күштерімен теңеспейтіндігін көре аламыз. Біреуі Хагаруманың, біреуі Хамураның күшін алған екі мықты бір-бірінен нағыз мықтының кім екенін анықтауға шешім қабылдаған кезден басталады. Нағыз Учиханың дарынды көздерімен және нағыз Шаринганның күшін пайдалана білген Саскеге қарсы өте керемет 9 құйрықтының күшін иеленген Нарутоның, яғни айтқанда екеуінің мықты күштері үйлесім таба алды. Шайқастың нәтижесінде Саске Нарутодан жеңілгенін мойындайды және де осылайша біздің видеомыз аяқталады. Видеоны соңына дейін қараған жандарға мыңда бір рахметімді айтамын. Арнаға тіркеліп, лайк қойып, келесі қандай анимені шығарғанымды қалайсың пікірге жаза кет. Ендеше сіздермен бірге болған Аниме Кезет арнасы келесі видеода кездескенше.